Алиментті алып, арақ ішіп, кафеде әр еркекпен қыдырып жүр әйелдер деп жазып қойыпты. Осы алиментке күн көріп жүрген және алименттің алатын уақытысына туралап, өзіне демалыс ұйымдастыратын да әйелдеріміз бар екен. Мен оны өзімнің жекеме жазып жатқан қаншама аналарымыздың, азаматтарымыздың жан айқайларынан көріп отырмын, және сол арқылы мен бүкіл қазақтың тағдырын көріп отырмын десем де болады. Қаншама әйелдер көкпеттеніп, көкіректеніп, ажырасып кетіп, бірде-біреуі бақытты болып кетіп жатқан жоқ. Соның ішінде өзінің ісіне өкінетіндіктерін айтып, күйеулеріне қайта қосылуға ұсыныс жасап жатқандар да бар екен. Бірақ арада 5-6 ай, 1 жыл уақыт өтіп кеткеннен кейін кім қабылдайды? Қанша адамның жүрегін жаралап, жанын ауыртып кеткен әйелді қабылдауы екіталай. Кейбір әйелдеріміз бетпақтанып, мен балалар үшін өмір сүремін деп бөлініп кетіп, балаларды әкесіз пәтерден пәтерге тентіретіп, не балалардың жағдайын жасай алмай, не өзінің жағдайын жасай алмай, балаларды соңында төркініне тастап, тұрмысқа шығып кетіп жатқанда әйелдеріміз бар екен. Нағашылардың қолында өскен бала қайбір жетісіп өмір сүреді дейсіз. Қанша аузына май салып бақса да, бөтен адам өзінің туған ата-анасындай бола алмайды. Ал кейбір балаларымыз өгей әкенің қолында өсуге мәжбүр. Ол өгейдің қолында қалай өсетіні, қалай болатыны айтпаса да түсінікті. Сондықтан біз дамыған елдің қатарында боламыз десек, өзге елдер сияқты ажырасқанда балалар әкесімен қалу керек деген заңды заңымызға енгізуіміз керек. Біздің елде отбасылық зорлық-зомбылық қай кезде тоқтайды? Әйел адам өзінің тілін тиғанда ғана тоқтайды. Сондықтан өзінің басыңа келсін, күйеуің алқаш болсын, тиран болсын деп қарғап жатқан әйелдер, сіз тіліңіз арқылы өзіңіздің тағдырыңызды, өміріңізді құрастырып жасап жатқаныңызды ұмытпаңыз. Себебі 10 күнәнің 9-ы тілден деген. Сіз тіліңізді тимай, отбасыңызды да сақтап қала алмайсыз, бақытыңызды да ұстап қала алмайсыз.